Баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деп үміттенемін. Бүгін мен кешкі асқа отбасыма жульен тағамын дайындадым. Негізінен жульен тағамы осы тмд елдерінде, соның ішінде Қазақстанның мейрамханаларында жиі дайындалатын тағам деп айтсақ болады. Бұл тағам өте нәзік, дәмі сондай ерекше. Және де бүгін сіздермен осы үй жағдайында жульенді дайындаудың керемет рецептісімен бөліскелі отырмын. Жалпы жульен сөзі ол француз тілінен келген сөз болғанымен, Францияда дәл мынадай тағам жоқ. Негізінен жульен деп Францияда осы ұсақ туралған көкөністерді атайды. Ал енді бұл тағам неліктен жульен деп аталып кеткенін нақты білмеймін. Дегенмен де осы жульен деген бір қыздың есіміне орай қойылған деп айтып жатады. Сонымен рецептісін бастап көрсетейін сіздерге. Алдымен ішкі салмасын дайындап бастаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм саңырауқұлақ және де 2 орташа пияз қажет. Саңырауқұлақтың кез келген түрін қолдансаңыз болады. Сонымен пиязымыз турап бастаймыз. Осылайша кішкентай ғана текшелер болуы қажет. Неғұрлым кішкентай текшелерге турасаңыз, соғұрлым дәмі нәзік болады. Пиязымыз турап болған соң, бірден отқа қоямыз. Сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде шамамен 6-7 ас қасық сұйық май құйдым. Оттың астын максималды дәрежеге ашып қойдым. Және де осы пияздарымызды қуырамыз. Пиязым қуырылып жатқан кезде уақытты жоғалтпайын деп бірден саңырауқұлағымды турап бастадым. Сонымен саңырауқұлақтың сабағын турадым алдымен, содан кейін үстіңгі бөлігін турап жатырмын. Тураған кезде шамамен үлкендігі мінекей осындай болуы қажет. Қатты ұсақ турамаңыздар. Қатты ұсақ турасаңыз қуырған кезде тіптен көрінбей қалады. Және де витаминдер де жоғалып кетуі мүмкін. Сол үшін орташа үлкендікте турағандарыңыз дұрыс болады. Пиязым қуырылды, жақсылап енді үстіне саңырауқұлақтарымды қосып жатырмын. Оттың дәрежесін баспаймын. Кішкене ғана бір қасықтың ұшында ғана тұз қостым. Көп тұз қоспаймыз, өйткені көп тұз қоссақ, саңырауқұлақтар өте қатты кішірейіп кетуі мүмкін. Көлемінде тұз өткен әсерін береді. Сол үшін қасықтың ұшында ғана қостым тұзды. Қараңыздар, саңырауқұлақ суын берді. Міне осы суы толықтай біткенге дейін міндетті түрде араластырып тұрып қуырамыз. Мінекей суы буланды, толығымен саңырауқұлақтарымыз қуырылды, астын сөндірдім. Енді саңырауқұлақтың үстіне құятын соусты дайындаймын. Ол үшін 1,5 ас қасығы сары май, дүкеннің сары майын да қолдансаңыз болады. Ерітіп алдым сары майымды. Содан соң үстіне 1,5 ас қасық ұн қостым. Және де қасықпен араластырып тұрып, осылайша пісіреміз. Ұнның түйіршіктері қалмауы қажет. Және де ұнның иісі шыға бастайды. Шамамен 3 минут қуырғаннан кейін ұнның иісі шыға бастайды. Сол ұнның иісі шыға бастаған кезде сүт құямыз. Мұнда менде 2 стақан сүт. Және де жарты шай қасық тұз қостым. Жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Және де оттың дәрежесін баспай, қасықпен араластырып тұрып, осы бешамель сосының қайнай бастағанын күтеміз. Міне қараңыздар, қоюланды және қайнай бастаған кезде оттың дәрежесін азайтып, шамамен 1 минут уақыттай қайнатамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалмасын.
мінекей 1 минут тағы да қайнады соңында, және де астын сөндіреміз. Және де мінекей менде мынадай ыдыстар, ыстыққа төзімді ыдыстар, духовкаға қоюға арналған, қыштан жасалған, кез келген отқа төзімді сондай бір ыдысты қолдансаңыз болады. Енді міне ыдыстарымның астыңғы бөлігіне осылайша саңырау құлақтарым мен пияздан құралған салмамды орналастырып шықтым, қасықпен түзелеттім. Үстіне осы ыстық соусымызды құямыз. Алдымен бірақ соус құймастан бұрын мен осындай зелень қосуды жөн көрдім. Ол өз еркіңіз, қоссаңыз болады, қоспасаңыз болады. Бірақ менде петрушка, мен петрушканы қостым, және үстіне бірден осы ыстық болып тұрған бешамель соусымды құйып жатырмын. Және де үстіне осылайша алдын ала теркадан өткізген ірімшігімді үстіне орналастырып жатырмын. Шамамен 60-70 грамм ірімшік мұнда менде. Ендігі кезекте осы қыш ыдыстарымды противеньге қойып, енді гарантия болсын деген ниетпен астына 1 стақан су құйдым. Енді қатты ыстық болып, ыдысым жарылып кетпесін деп. Бірақ ыдысыңызға сенімді болсаңыз, құймай қойсаңыз болады. 200 дәрежеге дейін ысытылған пешке 20 минутқа қоямыз. Осы 20 минуттың ішінде біздің жульеніміздің үстіңгі жағы қызарып, әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Дәмі сондай нәзік, керемет. Бұл жульенді күнделікті күні пісірсеңіз де болады, немесе қонақ шақырып қонаққа да пісіріп берсеңіз, негізі таң қалады. Үстіндегі ірімшік мына кішкене қатып тұр, ал іші жұмсақ. Керемет. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Егер видеом ұнаған болса, лайк қоя кетіңіздер. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Қандай да бір ерекше рецепт күтетін болсаңыздар, менен міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.